Астанада не бітті, соған кішкене тоқтап кетейік. Маған көпшілік жазып жатыр соңғы жаңалықтарға байланысты. Министр Өскенбаевпен кездескен болатынбыз, индустрия және сауда инфрақұрылым даму министрлігі. Онымен әңгімелескен кезде ол тараптан ұсынылған ұсынысқа біздің көңіліміз толмайтындығымызды білдірдік. Олар ставканы қайта қарауға ниетті екендерін де білдірді. Сонымен біздер бірінші күні түнде ашық алаң бағдарламасынан кейін ұсындық. Жеңіл автокөліктерге қатысты ставка, қандай ставкалар болу керектігін енді ол бәріне мәлім ғой. Сол бойынша біраз талқылаулар жүргізілді. Ертеңіне ауыл шаруашылығы техникасына қатысты, жүк көліктеріне қатысты талқылаулар жүргізілді. Біз өз тарапымыздан бүкіл ұсыныстарды бердік. Олар өздерінің тарапынан біз ұсынған ұсыныстарды қарастыратындығын айтты. Жақын күндері бір хабарын беру керек. Қалай хабар болады? Мен елге жеткеннен кейін келер аптада тағы Астанаға барып, тағы талқылаулар жасайтын боламыз. Қай деңгейде, қаншалықты деңгейде болатынын барлығын айтамыз. Егер біздің көңілімізден шығып жатса, отел алымға жол жоқ тобымен, активмен, белсенділермен бірлесе отырып талқылап, келісетіндігімізді, келіспейтіндігімізді, өзіміздің позициямызды береміз. Егер біздің ұсынған жаңағы талап тілегімізге сәйкес келмесе, жасаған ставкалар, мөлшерлемелері, онда ашық айтамыз келіспейтіндігімізді. Одан кейінгі мәселені тағы қарастыратын боламыз. Әзірге жаңалық осы, әлі талқылау процесінде.